аударылып айтылған. Сәлем, менің атым Дженни, және менің бала күнімде өте ерке болдым. Бірақ та уақыт өте келе менің сіңілім дүниеге келді. Ол Стелла деп аталды. Бірақ та Стелла дүниеге келгенде мен 4 жаста болдым. Мен ойладым, Стелла дүниеге келгенде біз екеуміз бірге ойнаймыз, бірге күлеміз, бәрі қызық болады деп ойладым. Бірақ олай болып шықпады. Стелла дүниеге келді, бірақ ол өте аурушаң болып дүниеге келді. Сосын мен уайымдадым, бірақ бұның барлығы дұрыс болған жоқ. Өйткені мен үйімнің еркесі болдым. Маған көптеген сыйлықтар түсетін. Қазіргі таңда мен емес, үйдің еркесі Стелла болды. Сосын Стелла болғаннан кейін Стеллаға мен түкке де тұрғысыз болып қалдым. Маған бір күні бір идея келді. Мен ата-анамның алдында жыласам, олар маған көп көңіл бөледі деп ойладым. Сосын маған анам, әкем айтты, өйтіп жылама, сен әдейі істеп отырсың деп айтты. Сен аферистсің деді. Сосын мен ашуландым. Сосын ойладым, қалайша ондай сүйкімсізді адам жақсы көре алады деп ойладым. Бірақ та олар шынымен оны жақсы көрді, менен гөрі жақсы көрді. Мен одан құтылу үшін, ата-анам мені жақсы көру үшін көптеген нәрселерді істедім. Мен деген көптеген шараларды қолдандым. Мен кейін өстім, бойы жетіп қыз болдым. Сол кезінде олар маған емес, сонда да Стеллаға көп көңіл бөлді. Сосын олардың басты проблемаларды Стелланы емдеу еді. Стелла анандай, Стелла мынандай дегеннен мен шаршап кеттім. Сосын оларды врачқа апарды. Мен түсінбеймін, оны қалай жақсы көреді. Мен жақсы адам болуға тырыстым, және оны монстр деп ойладым. Мен өзімнің жақсы мектепте оқыдым. Сосын өзімнің жақсы достарым болды. Өзімнің хоббиім де болды ғой. Содан кейін Стелла бір күні сыныпқа мектепте оқыды. Сосын оның жағдайы жақсы болды. Бұрынғыдай аурушаңдығын қойды. Сосын екеумізге де көңілді бірдей бөлді. Ата-анамыз екеумізге де көңілді бірдей бөлді. Сосын бір күні Стелла ауырып қалды. Сосын Стелланы емдеу үшін көптеген шараларды қолданды. Мен айттым, ата-анама, мен гитара алып беріңізші, менің хоббиім ол гитара тарту еді дедім. Сосын олар айтты, жақсы алып береміз деді. Бір күні Стелла қатты ауырып қалды. Сосын оған врач айтты, егер де сендер оны емдеу үшін пляжға апарыңдар, сол кезде ол емделеді деді. Сосын біз бардық. Сосын маған анам айтты, қымбаттым, Дженни, кешір, мен саған гитара алып бере алмаймын. Келесі уақыт өткен кезінде алып беремін. Ол үшін бірінші Стелланы емдеп алайық деді. Сосын мен қатты зуым келді, жыным келді. Сөйтіп, мен өзімнің үйімнен кетіп қалдым. Сосын Стелланы өз өміріне өшіргенде қандай керемет болар еді деп ойладым. Кейін мен жаңа жылда қайтып оралдым. Қайтып оралғанда жаңа жылда өте қызықсыз болды. Мен үшін бұл сыйлықтар өте аз болды. Сыйлықтар баяғыдай емес, маған өте аз келетін болды. Сыйлықтар өте аз келді. Сосын бір күні маған Стелла Дженни деген жазуы бар гитара әкеліп берді. Мен таң қалдым, түсінбедім. Сен бұны қалай алдың дедім. Сосын ол маған барлығын түсіндірді. Сіз менің кесірімнен гитараңызды ала алмай қалдыңыз. Бірақ та мен қазір жазылдым. Сосын өзімнің ақшаларымды жинадым. Тіпті күзде де газеттер сатып ақша жинадым. Сосын мен сізге алып бердім дедім. Ал мен болсам алып бердім деді. Сосын мен қатты өкіндім, жыладым. Оған неге мен айқайладым, оған неге мен монстр дедім де өкіндім. Сосын ол айтты маған, тәте, мені кешіріңіз, сізге гитараны кеш алып бергенім үшін дедім. Сосын мен жыладым да оны құшақтадым. Сосын біз қазіргі уақытта өте бақытты отбасымыз. Сіздер де бақытты отбасымыз болыңыздар. Және де достар, сіздер өз бауырларыңызды жеп көрмеңіздер. Мен секілді жақсы көріңіздер. Сау болыңыздар. Қазақша аударылып айтылған. Сәлем, менің атым Дженни, және менің бала күнімде өте ерке болдым. Бірақ та уақыт өте келе менің сіңілім дүниеге келді. Ол Стелла деп аталды. Бірақ та Стелла дүниеге келгенде мен 4 жаста болдым. Мен ойладым, Стелла дүниеге келгенде біз екеуміз бірге ойнаймыз, бірге күлеміз, бәрі қызық болады деп ойладым. Бірақ олай болып шықпады. Стелла дүниеге келді, бірақ ол өте аурушаң болып дүниеге келді. Сосын мен уайымдадым, бірақ бұның барлығы дұрыс болған жоқ. Өйткені мен үйімнің еркесі болдым.
Маған көптеген сыйлықтар түсетін. Қазіргі таңда мен емес, үйдің еркесі Стелла болды. Сосын Стелла болғаннан кейін Стеллаға мен түкке де тұрғысыз болып қалдым. Маған бір күні бір идея келді. Мен ата-анамның алдында жыласам, олар маған көп көңіл бөледі деп ойладым. Осын маған анам, әкем айтты, өйтіп жылама, сен әдейі істеп отырсың деп айтты. Сен аферистсің деді. Сосын мен ашуландым. Сосын ойладым, қалайша ондай сүйкімсіз адам жақсы көре алады деп ойладым. Бірақ та олар шынымен оны жақсы көрді, менен көрі жақсы көрді.